Орталық Азияның ең үздік әндері тек сен үшін. Жібек жолы радиосында. Қайырлы кеш, құрметті достар, кешкі шоу басталды. Сағат тілі 20:15 эфирде әдеттегідей мен Айза Аблаким және менің әріптесім Ернұр, және біздің студияда бүгін керемет қонақтар бар. Түркия елінен келген керемет әнші қыздарыңыз Ирем Gökçe және өздеріңіз танып біліп жүрген Марлен. Дәл қазір 101.4 толқынында бүгін біз керемет тұсаукесер жасаймыз және жаңадан туған дуэтті сіздерге паш етеміз. Керемет. Қош келдіңіздер. Енді біріншіден мен амандасып алайын бәріне. Мен жалпы сен жаңа таныстырған кезде дауысты эффекттер жасап отырмын әрқайсысына. Дұрыс. Сен деген дыбысқа жауап бересің ғой. Мераба. Ирем Gökçe. Қош келдіңіз. Hoş buldum. Енді Марленге де қош келдіңіз. Сәлем, ассалаумағалейкум. Жақсы, бәрі. Көңіл күй қалай? Бәрі күшті, керемет. Керемет. Бүгін енді мамырдың 26-сы кереметтей жалпы дата. Өйткені сіздерде менің білуімше бүгін жаңа дуэттің синглы, енді былай әні шығып жатыр, тректің аты Benim махаббатым, қателеспесем, яғни қазақша аударғанда менің махаббатым деген сөз, керемет. Енді ары қарай жалпы енді музыка жөнінде, осы әнді сұрастырмас бұрын мен Иремнен сұрағым келіп тұр. Жалпы музыка саласына, өнер саласына сіз қалай келдіңіз? Müzikte nasıl başladınız? Yani neden müzik seçtiniz? Sizin kariyeriniz nasıl başlamıştı? Ben çok küçük yaşta başlamadım. 18 yaşında üniversiteye girdim. Konservatuvar okuyorum. O zaman profesyonel olarak başladım. Ama benim akrabalarımda opera mezunu, müzik öğretmeni olan akrabalarım var. Onlardan gördüm. Ben de kariyerimi bu şekilde yönlendirmeye başladım. Ерте жастан бастаған жоқпын дейді өнер жолын. Осы 18 жасымда консерваторияға түстім дейді. Сол кезден бастап қана өнер жолым басталды. Бірақ менің туысқандарымда, яғни қанымда бар дейді. Өйткені туысқандарымда опера әншісі бар дейді. Керемет. Ирем, Астанаға алғаш келуіңіз бе? Жоқ, мен өткен жазда Ақтауға бардым. Ақтауға? Ол жерде теннис бар еді, өте жақсы көрдім. Және екінші келгенім Қазақстанға. Ал Астанаға? Алғашқы келдім. Бірінші рет, Дұрыс. Жақсы, жалпы енді Астана сізге қалай? Маған ұнайды. Болашақта да бұл жерде тұрғым келеді. Енді мынандай жауаптан кейін автоматты түрде ойда туындайтын сұрақ. Қазақ тіліне деген махаббат, қазақ өнеріне деген махаббат қашан басталды? Неге Қазақстан? Неге қазақ тілі деген сияқты? Өйткені сіз қазақша жақсы түсінесіз және сөйлей де алады екенсіз. Енді арасында бір-бірімізді түсінбей қалсақ, бізде эфирде біздің әріптесіміз Ботагөз бар. Көп рахмет, біздің аудармашы. Неге Қазақстан, неге қазақ тілі? Мен онсыз да бәрі түрік тілдерінде өте жақсы көремін. Бірақ қазақша маған жақсы келді, жүрегіме жақсы келді. Ол үшін қазақша таптым. Сосын үйренгім келді. Онсыз да музыканы жоқ, ойбай. Қазақша әндерді? Қазақша әндерді өте жақсы көремін. Димаштың әндерінден бастадым. Бәрі әлем біледі ол үшін. Мен бүгін зерттеп келдім негізі бар ғой. Мен жаңағы сіздің әлеуметтік желілеріңізде Инстаграмда бір сториздан көріп қалдым. Сіздің сүйікті көретін әндеріңіздің қатарында Ернар Амандықтың әндері бар екен, Ернар Амандық, сосын Илхан және Садыраттин, Димаш Құдайберген, Қанат Ерлан және басқа көп. Марленше тыңдамайсыз ба? Марленді ол әріптесім ол. Жоқ, оның бәрі әндерінде, сөздерінде есте сақтай алдым. Бәрі әндерін білемдім. Ол өте табысты музыкант. Енді Марленге сұрақ. Марлен, Иремді қайдан таптың? Қалай таныстыңдар? Тиктоктан таныстық. Мен Benim махаббатымда негізі октябрьде жазып қойғам. Бұл өлең 6 ай жазылды. Сосын дуэтке адам таппай жүрдім. Кімнен алам, қаяқтан, кім қыз керек, не істеймін деп жүрген кезде тиктоктан Иремнің нелерін көріп қалдым. Жаңа видеолар шықты. Яғни о бастан сіз кәдімгідей бұл ән дуэт болатын кәдімгідей өзіңіз жоспарлап қойдыңыз, Бұл ән
кейінге қалдыға бір кейін жазам ғой деп жүрген едім. Сосын Иремді көріп, уже мына ән сразу есіме түсті. Осы өлең жазу керек сияқты деп. Сосын Иремге жазып көрдім. Бұл кісі де қарсы болған жоқ. Бірден андай қуанып, күшті болды, давайте жазайық деп. Екі жақтан творческий бір процесс болды, бірақ ол Стамбулда, мен Астанада отырып жаздық. Екі студиядан. Мен жаңа соны сұрайын деп едім. Былайша айтқанда енді студияның процесін мен де былай шет жағасын көргенмін. Сол кезде мен білуімше енді егерде әртістер келе алмаса, олар жаңағы бір әртүрлі студияларды жазып, сосын бір ол запистарды яғни сізге жіберді, дауысын жазып жіберді. Біз неше рет өзгерттік? Біз 8 рет запись жаздық. 8 рет өзгертілді бұл өлең. Содан кейін бар. Кімнің кесірінен? Бірден сұрақ, екеуіңді ұрыстырайын ба десең, ойнап айтам. Кім деп көп дұрыс емес десе. Иремге енді мына жерін қайтып айтып жіберейін, мына жерін қайтып айтып жіберейін деп, ол жағынан ол өзгерткеннен кейін мен де соған лайық қылып, екеуміз иірімдеріміз келсін деп қайта өзгерттік бұл өлеңді. 8 демо шықты ғой. Негізі Марленді білем, Марлен бір өзінің ойындағы бір идеалға жеткізбей өзі тоқтамайды. Перфекционизм бар. Бұл жерде керісінше Марлен қинаған сияқты Иремді. Былай негізі мынау дұрыс емес, қайтадан жазып жібер деп. Мысалға Иремнің бір өзінің бір жеке бір қосқан дүниесі бар ма? Мысалға өзінің тарапынан осылай өзгертіп жіберейік, мына жерін былай қосайық деген сияқты. Бұл өлеңді мен толықтай жазып жібердім. Осы жеріне былай айтылады деп. Соңындағы жаңағы бір не бар? Соңында бітіретін жерінде, өлең бітетін кезде бір мотив бар. Соны Ирем өзі жазып, өзінің есіне келтіріп алды. Менің жазған мотивім айтылуына келмеді, түрікше сөздермен келмеді да ол. Сондықтан да өзі ауыстырып, басқаша қылып айтты. Екеуміз кәдімгідей үндесіп кеттік қой сол жерде. Күшті. Соңғы жағда келісе қойды да, барлық өлең удачно шықты. Ирем, Марлен алғашқы рет сізге TikTok-тан жазған кезде қандай өзіңізде сезім болды? Бір түрлі шамалы күдікті болып көрінген жоқ па сізге? Бірақ Марленнің парақшасына кірген шығарсыз бірден. Марлен маған жазмадан кейін мен онсыз да қазақ біріншімен бірге дуэт жасағым келеді. Үнемі қалаймын едім. Дұрыс айттым ба білмеймін, бірақ. Түсінікті. Сосын қарадым, Марлен маған жазды, өте бақытты болдым. Және әрине жасаймыз бірге дуэт. Түрік қызын бақытты болған қазақтың баласы не деген керек. Бірақ мен білуімше сіздің жалпы осы дуэтіңізден бұрын сізде оның алдына неге деген ән шықты, қазақша, қазақ тілінде, яғни сізде жаңағы қазақ тілінде ән айту тәжірибесі болды осыған дейін. Қазақ тілінде және өз тілімде ән шығару маған ұнайды. Ол үшін екі тілде әндер жазамын. Өйткені Түркияда қазақ музыкасыны таныту үшін және Қазақстанда да Түркия музыкасын таныту үшін екі тілде әндер жазмaya бастадым. Керемет. Жазып бастадым. Ботагөз жұмыссыз қалып қойды ғой. Бота сөйлемей ма эфирде? Әзіл. Ирем, қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Мен басында былай ойладым, сіздің парақшаңызды көрген кезде мүмкін Ирем Қазақстанда оқыған шығар кезінде. Я болмаса, керісінше Түркияда қазақ достары көп болған шығар деген сияқты. Жоқ. Мұрында ешқашан жанымда адам жоқ еді, қазақ адамдар жоқ еді. Бірақ мен ендері тыңдаған кезде бұның мағынасы не екен деп сұрақтар сұрдым өзімге, және үйренгім келді. Алғашқы алфабе бізде sizin alfabe mаған қиын келді. Өйткені бізде кириллица. Ол үшін сабақ алдым қазақ бір мұғалім ұстаздан. Сосын қазақ достарым болды. Олармен бірге үнемі практика жасадым. Сосын дамыта алдым. Сияқты. Қанша уақыт кетті осы деңгейде, қазіргі деңгейде қазақ тілін білу үшін қанша уақыт кетті? Мен неше жыл болды оқып жүргеніңізге? Өткен жазда 8-ші айда бастадым. Әлі бір жыл болған жоқ? Сол бір жылдан аз уақытта осындай деңгейде қазақ тілін үйреніп алдыңыз? Үнемі тыңдаймын ендері, және сіздің сериалдары қарамай бастадым. Келінжан деген.
мына мен үшін бүгін парадокс эфир болып тұр. Неге? Өйткені біз түрік сериалдарын көреміз, түрікше үйрену үшін. Енді қазақ сериалдарын қазақша үйрену үшін көріп жүрген адамды кездестірдік. Бүгінгі күн бір бақытты күн болды. Және Ернұр айтқандай, бүгін өзі керемет дата 26-05-26. Бізде қонақта Ирем Гукче мен Марлен. Достар, дәл қазір енді көпке созбай Марлен мен Иремнің жаңа музыкасын, әнін бірге тыңдайық. 101.4 толқынында Марлен және Ирем «Бенім махаббатым» бағасын бірге береміз. Тыңдаңыз, көріңіз, сезініңіз. Барлығы jjfm.kz сайтында. Достар, қайырлы кеш, біз жалғастырамыз. 101.4 толқынында Түркиядан келген түрік әнші қыздарыңыз Ирем Гукче және қазақ баласы дейікші, бағана қазақ баласы мен түрік қызы деп жатырмыз ғой, Марлен. Дәл қазір бізді тек көріп емес, тыңдап емес, көруге де болады. jjfm.kz сайтына кіресіздер. Ал егер онлайн көре алмасаңыздар, эфирден кейін Жібек Жолы радиосында YouTube платформасына шығады. YouTube платформасынан бізді тек тыңдап емес, көруге де болады, достар. Сондықтан дәл қазір jjfm.kz сайтына кіріңіздер және бізді көріңіздер. Ал біз жалғастырамыз. Марлен, сен көңіл күйің түсіп кетті ғой мына әнді тыңдағанда. Жоқ, процестің флешбектері келген сияқты бар. Бәрі жақсы ма? Ән керемет. Енді жазғы уақытқа нағыз бір анандай махаббаттың гимні болатындай деңгейде жазылған ән екен. Сөздерін, түрікше сөздерін кім жазды? Ирем өзің жаздыңыз. Біреуге арнап жаздыңыз ба? Әлде қалай? Кime арнадыңыз, яғни сіздің кейіпкер, яғни bir адамға жазмадым, тек қана ойладым, мен ғашық болсам, қалай сезер едім деп былай жаздым. Шығармашылық адамдардың фантазиясы мықты. Ғашық болмаса да ғашық болғандай қылып елестете алады. Марлен, сен енді жарыңа арнаған шығарсың сөз жазғанда. Мен ба сөз жазғанда мен қай сөзді күшті айтамын, сол сөзді жазам. Андай қатты қиял емес. Бірақ қиялда отыр жазасың ғой. Бірақ былай шетінен шолып отырам, бір екі ғашықты оқып қоямын да, примерно екеуі не істеп жатыр, соны қалай сағынып жатыр деп ше. Соған бір елестетіп отырып, бір сыртынан жазам. Әрине оған менің жарымның да несі бар, Аллаға шүкір. Өзіңнің де және басқалардың да махаббатына қарап соларға арнап дейсің ғой. Иә, көбінесе солай, сыртынан қарап отырып бейнелеймін. Менде де тағы да бір сұрақ болып тұр, негізі қатты өзім қызығушылық танытып жатырмын да. Мысалға біз енді жаңа айтып жатқанда Айза өзің түрік сериалдарынан қарап, түрік сериалдардың анау кәдімгі саундтректері бізге кәдімгі бүйтіп миымызға құйылып, кәдімгі жадымызда қалып дегендей сияқты, иә. Сіздер мысалға сізде былай ең алғашқы қазақтың әндерімен танысу қай әннен басталды жалпы? Hangi müzeden başladı sizin kazak şarkılarına sevdiniz? İlhan seni günde görüyorum, ыстазып жүру, неге Илхан, саған рахмет. Айналайын Илхан, сенің арқаңда біздің қазақ тілін, енді біздің барлық әншілеріміздің арқасында деп айтуға болады. Бағана Ирем өзі айтты ғой, солардың арқасында біздің тілді өзге елдерде үйреніп жатыр. Негізі түрікше мен қазақ тілі, түрік тілі мен қазақ тілі негізі ұқсайды. Ондай қиын емес сияқты үйрену, иә? Демек түрікше үйрену алуға болады қазақтарға. Әбден. Міне тұр ғой, толықтай дәлелдеме тұр ғой. Ирем, енді Қазақстанға 2 күнге келдіңіз, бар болғаны. 2 күнде не істеп үлгіру, қандай жоспар бар? Бүгін енді сізді эфирге шақырып алдық, басқа бір мерекеде жүрсеңіз де эфирге шақырып алдық. Сізді өзі ертең қайтасыз қайтадан Түркияға, иә, білуімше? Жоқ, ертең емес, ертеңден сосын. Арғыны, иә. Бұл жерде кідіру маған ұнайды. Кеше Маленмен бірге кідірдік. Өте керемет қалады. Nerelere gittinizler? Аттарында ұмыттым. Марлен, қай жерде көрсетсең? Астанада. Так, біз неден бастадық? Набережныйдан бастадық, сосын Ататүрікті көрді. Мен Ататүрікті көрген кезде жылап жүргісі келді ғой. Қуанып кетті, біздің атамызды қойыпсыздар. Қатты риза болып қалды ішінен.
сыртына шығып кетті ғой эмоциясы. Өте багыттуу болдум. Ататүрк кайта суретке түсүп берекетін алып жаңа ескерткішін. ТикТокка салдыңыз ба мына Астанада бар екен осындай деп? Әлі видеолары эдит жасамадым. Ол эдиттери видео жасадыктан кейін бөлсөмүн Ирина. Керемет. Сосын болды шабытты, сосын пирамиданы көрсеттік. Біздің түркше кафелерге апарған жоқсың ба? Түркше кафелерге наоборот апарма деді. Маған қазақтың несін көрсетті. Қазақ тамақтары маған қызық. Оны түсіргім келеді. Дұрыс. Қалай, ұнады ма? Иә. Мен алғашқы дары шайы іштім. Тары шай. Өте керемет. Негізі бізде ұқсастық енді жалпы мәдениет жағынан ұқсастық бар ғой. Сіздерде де шайды жақсы көреді, біздер де негізі шайды жақсы көреді, иә? Онсыз да біздің мемлекеттеріміз бауыр елдер, ол үшін де бір-бірімізге өте ұқсаймыз. Және екі елдің президенті де өте жақында ғана кездесті. Менің ойымша негізі мынаның барлығы бір үлкен бір процесс сияқты менің ойымда. Өйткені екі елдің президенттері кездесіп жатыр, сәл уақыт өткеннен кейін бізге Ирем Көкше келіп жатыр. Кәдімгі бір анандай ірі тұлғалардың бір несіне процесіне кіріп кеткен сияқты сезініп отырады екенсің өзіңді. Бізде сол бір неде бар сияқтымыз сол ортада деген сияқты. Рас. Сондықтан біз тек қуанамыз. Бізге Түркиядан Ирем дұрыс айтты, бауырлас еліміз Түркиямен бірге, және Түркиядан Ирем келіп Марлен маған келеді деген кезде, мен оның алдында Марлен эфирде болды, бізде келеді деген кезде мен бірден эфирге алып кел Иремді міндетті түрде дегенмін. Және де алдағы уақытта енді жоспарлар көп деп ойлаймын. Қандай жоспарлар бар? Негізі Қазақстанмен коллаборация, қандай, қай жағынан, музыка жағынан, мүмкін басқа да бір салаларды қамтисыздар ма музыкадан басқа? Мүмкін осы әнге клип түсіресіз бе деген сияқты. Қазақстанда. Иә, мен қалаймын. Болса өте керемет болар еді. Яғни пландарыңыз хақында соруyorlar. Yani gelecekte hangi planlarınız var olsa müzik hakkında bence? Marlen'мен тағыдан дуэт жазғым келеді. Ол қалай ойлайды білмеймін. Марлен тағы қинағым келеді. Миын ашыту керек тағы. Қазақ әншілермен бірге дуэт жазғым келеді. Және өз синглларымды шығарғым келеді. Былай. Жалпы негізі біз жаңа енді шығармашылық жол туралы айтып отырмыз ғой, иә? Енді біздің тыңдармандарымызға Марлен туралы былай сәл-пәл таныстыру керек сияқты, Марленді бәрі білетін сияқты бізде. Иә, жоқ, жалпы сіз мысалы өзіңіздің шығармашылық жолыңызды қайдан бастыңыз? Өзіңіздің баласы ма? Өзіміздің брат деп. Өзіңіз бәрі біледі дейсің ғой. Брат, алып бер жүйші дейтіндер ма? Өзі әңгімелер. Қайдасың деп звондайтындар. Мен саған айттым ғой, кешікпей кел деп ұрсатын әншілер болады ғой, сондай деңгейдеміз. Енді дұрыс айтасың, негізі Ернұр дұрыс қозғадың бұл тақырыпты. Неге десең, өйткені ол соңғы эфирден кейін Марленнің жаңа әні шықты. Ол менің адамым. Дұрыс қой. Мен Марленнің қазір шығармашылығын тиктоктан көрем, әйтеуір. Жаңа ән шықса, бірінші пікірге кірем. Мына ән шықты ма, шыққан жоқ па? Қашан шығады деген егер шығып сұрақ тұрса, бірінші демек шықпаған. Жазбаймын Марленге. Егер шығып қойған, бірақ Марлен әлі маған жібермеген болса, мен онда жазамын. Сен кәдімгі дедукциямен бүйтіп бәрін. Сен әлі жібермепсің ғой деген сияқты. Соңғы бір пікір оқыдым, қашан шығады дегенге шықпауы мүмкін деп па, сондай бір шықпайды-ау деп жазып жүргенсің ба? Шықпауы да мүмкін деген бар. Иә, шықпауы да мүмкін десін. Жақсы, онда жазбай-ақ қояйын деп айттым. Ол менің адамым. Осы әнді бұл да жаңағы бұрындары жазып тастап кеткен ән бе, әлде жаңадан жазып бірден бола қойған ән бе? Бұл түрік әндерін соңғы уақытта қатты тыңдап жүрмін. Сол кезде мына кім бар ғой? Зейнеп Бастық. Зейнеп Бастық деген әнші қыз бар. Соның творчествосымен қатты қызығып жүрмін. Содан қатты не алдым, андай шабыт алдым әндерінен. Бір аяқ асты туып кеткен бір ән болды. Сөйтіп тиктокқа салып көрдік. Жақсы қаралым болып жатыр деп үміттенеміз. Әлі де айналысып жатыр, тиктокқа видео салып. Сондай бір немен жазылған, шабыт алып жазылған ойлаймын ғой. Түрік әндерінен шабыт алып. Түрік әндерінен шабыт алып. Керемет. Ондай болса, Марленнің су жаңа әні, ол менің адамым, дәл қазір 101.4 толқында. Орталық Азияның ең үздік әндері тек сен үшін. Жібек жолы радиосында.
достар, біз жалғастырамыз. Мен де мына жақта фонның орнында да Марленнің әні тұр ғой. Бәрінде Марленнің әні. Енді достар, дәл қазір бізде қонақта Түркиядан келген Ирем Gökçe және біздің әнші, хитмейкер, өзі композитор Марлен. Марлен, менің ойымша, мынау сен бастаған үрдіс, мысалы сен Иреммен дуэт жаздың. Одан кейін енді бізде басқа да бауырлас түркі елдері бар ғой. Осыны әрі қарай жалғастырып кету деген ой туындаған жоқ па? Мысалы, Өзбекстаннан, Тәжікстаннан, Қырғызстаннан, осындай бір мүмкін қыз ұл болсын, білмеймін, қай жанрда болсын, осындай бір дуэттер жалғастырып кету. Андай планда деп айтайын ба, или жай ғана идея меген барлық осы түркі тектес елдердің бәрін басын қосып бір үлкен ән жазғым келеді. Мәссаған, керемет. Бір-бірден шашылмаймын. Бір барын бір жолдан бәрін жинап алып, группа аш WhatsApp-та. Бәрін басын қосып, бір ән. Сондай бір рух тоятатын, бір жағынан достыққа да бір алып келетін бір сондай бір үлкен аумақтағы бір өлең жазғым келеді негізі. Қаншалықты нем болатын білмеймін, бірақ жоспарда. Әрқайсысы өз тілінде айтады. Ирем, шабыт алуды айтып жатырмыз ғой. Сізде қалай мынау қазақ тілінің тағдырын түсіндік, өзіңіздің сондай бір илханнан кейін махаббатыңыз ашылды қазақ тіліне деген. Кейін қазақ достарыңыз пайда бола бастады. Қазір көбінесе сол бағана айтқан әншілерді тыңдайсыз ба әлі күнге дейін, әлде мүлдем мүмкін бағытыңыз өзгеріп, қазір басқа әншілерді тыңдайтын шығарсыз? Hangi şarkıcıları dinliyorsunuz şimdi? Kazak şarkıcılardan. Ya jaz enişler var. Sizde onlarda neme tındayım. Ayal, Sadrattin, Yenlik, Duman Marat. Басқа көп адам бар, бірақ Біздің бүкіл әншілерді білетін, иә? Мен білмейтіндерді білем ма? Және Қазбек Құрайшты өте жақсы көрем. Қазбек Құрайшты жақсы көрмейтін адам жоқ ау. Бүгін таныстыңыз айтпақшылай, Қазбек Құрайшпен. Бүгін көре салып бірден сол Қазбек Құрайшпен танысқанын айтып жатқан Ирем. Достар, бізде дәл қазір jjfm.kz сайтында онлайн трансляция жүріп жатыр. Бізді тек тыңдап емес, көргілеріңіз келсе мархабат. Ал эфирден кейін Жібек жолы радиосының YouTube парақшасынан біздің толыққанды эфирді көре аласыздар. Енді достар, ертең бір күн бар Иремнің. Марлен, не істейміз, қандай жоспар? Қайда қыдырамыз? Ертең Ирем менің жаңағы дос қыздармен танысты, кеше таныстырдым. Сол қыздар енді тағы да мына левый жақты аралатып, тағы да бір қаланы көрсетейік дейді. Ертеңгі планы. Байтеректе шыққым келеді. Байтерекке шыққыңыз келе ма? Керемет. Ирем Қазақстанға келді. Енді Марлен Түркияға баруға жоспар бар ма? Түркияға негізі... Или әлде Ирем шақырып жатқан жоқ па? Ирем шақырды. Мен ана Чукур дейтін сериал жақсы көрем. Ой, мен де жақсы көрем ғой бұл сериалды. Соны сұрайын деп жатқан. Шай бар ма? Достар кафесіне барамыз ба? Сол, достар кафесіне. Сол айтам ғой, Чукурды жақсы көрем десем, айтады, қайта-қайта кел дейді да маған. Көрсетем, барлығын көрсетем, жаңағы анау Сүлейман Сұлтанның несіне, бәріне барып шығамыз. Обязательно кел деп. Қайта-қайта шақырды. Әрине планда бар, Стамбулды көргіміз келеді, тарихи жер ғой. Керемет. Дос екеумізді ұмытпайсың ғой, бір жазып. Видеозвонокқа звондаймын көрсететін кезде. Достар кафесі, міне. Видео жіберем. Чукурдамын, райондамын. Ирем, сіз Стамбулда тұрасыз? Иә, тұрам. Чукур дегеннен кейін қалай сұрамайсың, барып көрдіңіз ба? Әлде көрген жоқсыз ба ол сериалды? Мен ол сериалды көп қарамадым. Келінжанды көрем. Чукурды көрмеймін. Енді кімге қалай? Әрқайсының талғамы қандай деген сияқты? Жоқ, негізі бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Басқа бауырлас елдің мәдениетімен танысу, көру. Біз мысалы айтып тұрмын ғой, түрік сериалдарын жақсы көрсек, түрік қыздары керісінше біздің сериалдарды қарайды екен. Мен бүгін таң қалып отырмын кәдімгідей. Мысалы мен түрік тілін осы сериалдар арқылы үйренгенмін.
Мысалы сен СДУ-да оқыдың ғой? СДУ-да оқыдым, ол оқу бөлек, бірақ бәрібір сериал көру бір шабытыңды екі есе оятатын. Қандай сериалдан мысалы бастадыңыз? Қазақ қызы деген сериал бар, білетін болсаңыз, Өмір, Дефна, Киралық ашып Білем, оны қарадым, білем оны. Кешеде бір қайтадан бір түрік тілін есіне түсірейін деп қайтадан көріп шықтым. Иә, кеше Ботагөзге айттық, дайындалып кел, Ирем дым қазақша білмейді, ертең бір-бірімізді түсінбей отырмайық эфирде деген кезде Ботагөз дайындалды кәдімгідей түнімен. Сөйтсек, Ирем қазақша сөйлей алады екен. Жұмыссыз қалдырдыңдар мені. Сөйтсе бір түннің ішінде тілді үйреніп алсаң, түрікше. Иә, достар, енді біз қазір жаймендеп өзіміздің сұхбатымызды подкастқа айналдырып жібере аламыз. Сіздерге 3 сағат әңгіме айтып отыра аламыз, бірақ өздеріңіз білетіндей эфир уақыты шектеулі. Сондықтан эфирдің соңында Ирем мен Марленнен біздің тыңдаушыларымызға өздерінің тілектерін, сәлемдемелерін жолдауды сұраймыз, және эфирімізді Марленнің айналайын әнімен міндетті түрде аяқтаймыз. Ирем, біздің тыңдаушыларға не айтқыңыз келеді? Bütün bari Kazak adamlara aman тілеймін, бақытты тілеймін, және Türkçe konuşabilirsiniz. Tüm Kazakları çok seviyorum. Onlara buradan selam yolluyorum. Қазақтардың барлығын жақсы көремін, және барша қазақтарға сәлем жолдаймын дейді. Және айтпақшы бір нәрсе да бөліскім келеді. Айта аламын ба? Иә, айтыңыз. Мен кеше таксиге міндім, және ол такси аға маған қай жерденсің деп сұрақ сұрды. Мен де түрікпін дедім. Сосын менден ақша алмады. Иә, ол адамға бұл жерден өте сәлем айтқым келеді. Ол ағамызға біз кәдімгі шапалақ ұрамыз. Барша. Кеше Иремді апарып тастаған аға бізді тыңдап отырсаңыз, сізге жалынды сәлем. Иремнің атынан рахмет. Және болашақта егер таксиде Иремді көрсеңіздер, негізі тегін апарып тастағандарыңыз жөн десе. Сосын эфирге айтады. Иә, сосын эфирде сәлем жолдаймыз деп. Марлен, енді сенен көп нәрсе күтеміз біз. Иә. Мама да сидит. Біз саған сенеміз, сенен көп нәрсе күтеміз. Сенің байығаныңды күтеміз. Алдағы уақытта көп осындай керемет дуэттер саған тілейміз. Неге десең, өткені бұл дуэттің енді басты вдохновитель дейді ғой, өзің болып тұрғасын, әннің жазылуы болсын, басқасы болсын, Иремді табу, онымен байланысқа шығу, Иремді Қазақстанға шақыру, және біздің мәдениетімізді, елордамызды көрсету, оның барлығы сенің бір керемет жаңағы шығармашылыққа деген құрметің, және біздің тілге деген құрметің. Біз өте қуанып отырмыз, өйткені Иремнің қазақ тілі деңгейі қуантпай қоймайды, және сенің Иремді байқап Қазақстанға шақырғаныңа алғыс білдіреміз, біріншіден. Екіншіден, сенен тағы да керемет жаңалықтар күтеміз. Иә, бұйырса. Айтпақшы, барлығыңызды YouTube арнасынан біздің иімен жасалған клипімізді көруге шақырамыз. Міне жаңадан сұрап атқан. Марлен, Ирем Gökçe, Benim махаббатым біздің клип. Және де ол клипті Астанада ең алғашқы ЛРТ-ны клипке қосқан өзіміз болып тұр енді. ЛРТ-ымыз көрінеді да біздің. Стамбул мен Астананың екі жақты көрсетіп клип жасадық. Керемет. Айтпақшылай, Ирем, ЛРТ-ға мүмкін көрген жоқсыз ба әлі? ЛРТ'ye bindiniz mi? Böyle poyuz gibi şey. Tren? Evet. Astana'da. Çok әлі білмедім. Ертең binegім келеді. Ертең апар, Марлен. Арнайы сіз үшін сөйтіп дайындап қойдық қой сөйтіп. Достар, бізде эфирде болған Ирем Gökçe, Түркиядан келген әнші қыз, және Марлен, әнші, композитор, хитмейкер. Бізбен бірге эфирде болғандарыңызға көп алғыс. Ал біздің кешкі шоу жалғасады, сондықтан 101.4 толқыннан алыстамаңыздар. Дәл қазір Марлен айналайын деп ән шырқайды.